Балам, әйелді өзім таңдап алып беремін. Байдың байлығына қызықпаймын, бидің билігіне қызықпаймын. Асыл пышақ қап түбінде жатпайды деген. Келінім ақылды болса, балам дана болады. Ердің бақыты әйел деген, ел сыйлайтын, ерді ақылдылықпен адам етіп тәрбиелейтін әйел, кең жайылған дастарханымен, ердің атын шығаратын әйел, малына, байлығына қызығып, ешкімге құда болмаймын. Келінді асықпай, ел арасынан өзім іздеймін. Бұйрық болып кездессек көрермін. Ырыс, бақыт та, қызыр да әйелде. Әйел қызырлы болса, үйіңнен жақсы адам да кетпейді. Мысалы, берекелі үйге кім келмейді? Жақсы әйелдің арқасында ердің елге даңқы кетеді. Бей болмасаң бей түсетін үй бол деген. Бей түскендей үй болу әйелден. Ол әйелді халық та жақсы көреді. Кембағал қайыршы да жақсы көреді. Жақсы кісіні жұрт жек көре ме? Әйелі жақсы болмай, ер оңбайды. Ердің бақытын кетіретін де әйел, ерге бақыт әперетін де әйел. Осындай ой құшағында жүрген Төле биге Түркімен елінен елші келіп, бір жылдан бері бітпей жатқан дауымыз бар еді. Соған билік жасаңыз деп өтініш айтыпты. Жер шалғай болса да Төле би Түркімен еліне барып, дауласқан екі жақты татуластырып қайтады. Аттары болдырып, шөліркеп келе жатқан жолаушылардың алдынан бір топ атты қыз-келіншек көрінеді. Ол топтың ішінде Данагүл дейтін кедейдің қызы да бар еді. Жалғыз көк шолақ атына мініп, байдың қыздарымен тойдан қайтқан беті деседі. Әй апайлар, тоқтаңыздар, аттарыңыздың басын тартыңыздар. Жоғары жақтан бір қатар аттылар келе жатыр. Алдынан кесе көлденең өтіп кетпейік. Үлкендердің алдынан кесіп өту дұрыс болмайды. Олар ел қорғайтын, жер қорғайтын ерлер. Кім біліпті, араларында ақыл асқан ақылды, данышпан қариялар бар шығар. Ашулы арынды батырлары бар шығар. Ер сыйлаған есікте қалмас деген. Әлақ бәрімізде бір-бір үйдің иесі боламыз. Шарапат жақсылығы тиер. Үлкен кісілердің батасын алып, алғысына бөленейік. Апалар, аттарыңыздың басын тартыңыздар, тосып тұралық. Атты ер кісілер алдымыздан кесіп өтсін, сонан соң жүрсек те ауылымызға жетерміз, деді Данагүл. Қызыл-жасыл киінген қыздар жол кеспей иіріліп тұрып қалды. Топ алдындағы Төле би мұны алыстан көріп, байқап келе жатыр. Қызыл-жасыл киінген қыздардың деңгейіне жетіп, алдарынан өтіп, атала келдерлікте жерге ұзап кеткен соң, қасындағы жолдасының біреуіне: «Анау алдымызды кеспей кейіндеп қалған балаларды шақырып келші», деді. Ол шауып барып қыздарды шақырып келді. Жақындай бергенде Данагүл атынан түсіп жаяулап: «Апалар, бәріңіз де аттарыңыздан түсіңіздер. Жаяу барып сәлем берейік. Үлкен кісілерге атпен тасырыңдап жетіп барып сәлем бергеніміз ұят. Бұл кісілер еш уақытта кездеспейтін кісілер. Жолымыз болады екен», деді. Барлық қыздар аттан түсті. Жаяу жүріп келіп, бәрі басын иіп сәлем берді Төле би. «Балалар, өркендерің өссін, бақытты болыңдар», деді қуанып. «Шырақтарым, қай ауылдың баласысыңдар?» «Сиқым ауылының баласы едік». «Балалар, алыстан бізді көріп тосып тұрдыңдар. Әлде қашан өтіп кететін уақыттарың болып еді. Не себепті тостыңдар? Соны айтыңдар». Қыздар жауап таба алмай Данагүлге қарады. «Аталар, біз сіздерді алыстан көріп, аталарымыз бен ағаларымыз шығар. Араларында ел бастаған батыр бар шығар. Сол ерге ақыл айтқан ақсақалы бар шығар. Әкеміздей үлкен, қызырлы адамы бар шығар деп, алдарыңыздан өтпей тосып тұрдық. Үлкен кісілердің батасын алалық. Жақсыны көрмек үшін көрмеген аталарымыз, ағаларымыз болса көрерлік. Аты жөнін білелік деп тосып тұрдық», деді. «Қарағым, балам, атың кім?» деді Төле би. «Атым Данагүл». «Әкеңнің аты кім?» «Әкемнің аты Алакөз». «Жақсы шырақтарым, өркендерің өссін, Құдай тілеулеріңді берсін. Жарайды енді, аттарыңа мініңдер», деп Төле би батасын беріп жіберіпті. «Тарт сиқымның ауылына», деді былай шыға бере жолдастарына.
Сиқым ауылына жақындап келгенде бір серігін шаптырды. Бар, Алагөз ауқатты адам ба, нашар адам ба екен, қандай адам екен? Хал жайын біліп бізге жеткенше қайта орал. Шапқыншы бәрін біліп қайта оралды. О биеке, Алагөз деген кедей адам екен, байдың жылқышысы көрінеді. Үйі қайсысы? Үйі анау шетте тұрған қараша үй. Жүр, мен ертіп барғын. Шапқыншы ертіп барды. Алагөздің үйі қырық жамау, тесік-тесік, ішінен қараса сырты көрінетін қараша үй. Алагөз қайда? Анау құдық басында мал суғарып жүр, шақырып кел. Орта жастағы әйел шапқыншыға шидің ішінен бір тостаған айран ұсынды. Шөлдеп келген адам айранды тұшына жұтып, басын көтере бергенде, үйге ұзын бойлы 35-40-тың аржақ бер жағындағы жігіт ағасы кіріп келді. Ассалаумағалейкум. Уәлейкум әссәләм. Я, Алагөз деген сен боласың ба? Мен боламын. Сен болсаң, ауылыңа мейман келді. Төлебейді білесің бе? Ойбай білмегенде ше. Оныңыз не дегеніңіз? Төкеңді кім білмейді? Ол кісіні бүкіл қазақ түгіл, өзбек, қырғыз, қарақалпақ, түркімен түгел біледі емес пе? Ал енді сол төкең мына түркімен жақтан келе жатыр еді. Бүгін сенің үйіне қонақ болады. Қонақты қарсы алуға жағдайың бар ма, батыр? Ойбай, бар жағдайым. Ол кісіні Құдай айдап біздікіне келсе, одан артық бақыт бар ма? Байларға бармай біздікіне келгеніне 1000 мәрте шүкіршілік етеміз. Алғатын қамдан, байдан бір мал сұрап әкелейін. Шапқыншы қайта шауып кетті. Алагөз де атына мінді. Келіп сәлем беріп Төлебейді серіктері мен үйіне әкеп түсірді. Алаша киіз жетпеген жерге қамыс төседі. Үй кісіге толды. Жалғыз сиырының айранына суды қосып жіберіп, шалап жасап, бір тостағаннан сусын ұсынды. Біреулерді жүгіртіп байлардың үйінен самауыр, қарыз нан алдырды. Ауыл хабарланып жиналып қалды. Ой, Алагөздің үйіне Төлебей келіп түсіпті. Қасында бір топ жолдасы бар деген хабар байға да жетті. Домаланып ол да келді. Келіп, о төке деп сәлем беріп шырылдасып жатыр. Төке, біздің үйге неге түспедіңіз? Мынау балаңыз ұялтқаныңыз қалай? Қалқым үшін мен Төлебей болып тұрып, байға ғана, барға ғана түсіп, кедейлерді есіме алмасам, онда әділет бола ма? Байға жоқ боп, кедейдің ақысын жіберсем, онда мені жұрт әділетті деп айтар ме еді? Мейірімім түсіп, мына Алагөздің үйіне қонақ болғым келді. Ал енді бәріңе бірдей ағайынсыңдар ғой, құрметтерің болса істей беріңдер. Лездің ішінде ақ киіз де келіп қалды, текемет те жастықта келіп қалды. Алагөздің үйінде жоқ болғанымен елде бар. Мал сойылып, ауыл адамдарының бірсыпырасы жиналып, әңгіме тыңдап, төкеңмен бірге отырды. Бір кезде Төлебей сыртта жүрген Алагөзді шақырып алды. Алагөзім, балаң бар ма? Қанша балаң бар? Уа бияға, менің балам емес, Құдайдың баласы деп айтайын. Бір қыз балам бар. Осы үйде жүрген келінде, я осы келініңізден. Жақсы екен. Келін қай елдің баласы еді? О бияға, келініңіз мынау қожатамның тұқым еді. Тек тұрмас деген әулиенің әулетінен. Жақсы екен. Жарайды келінім. Балам, әлгі қызыңды Данагүлді шақырып кел. Үлкен кісілердің әңгімесін естіп отырсын. Бала ғой, Данагүл көрші ауылда қыздармен отыр еді. Әкең шақырып жатыр деп, келіншек барып шақырып келді. Атаңмен амандас деді оған шешесі ақыл айтып. Ол кісілерді мен көргенмін. Бағана күндіз сәлем бергенмін. Мені таниды деді Данагүл. Бір кезде тамақ пісті. Төлебейдің алдына бата сұрап бас келді. Әлгі Данагүл баламды шақыршы. Табаққа бата беріп болғаннан кейінгі жерде Төлебей басты қасқалап пышақпен кесті де, бір ұртын алып өз аузына салды да, бір құлағы мен таңдайын алып, қарағым, Данагүл, келші, өз қолыммен ұсынайын. Құлақ бергенім 2000-ның бірі бол. Таңдай бергенім айттырмай біліп, құпия жұмбақ сырымды шешіп, өсиетімді жұртқа айтып жүретін балам бол, міне деп ұсынды. Данагүл келіп, еңкейіп қолын алып, рахмет ата, айтқаныңыз болсын деді, басын иіп. Жолаушылар қонақ болып жатты, таң атты. Шай ішіп отырғанда Төлебей, о жігіттер,
Мына Алагөз мырзамен құда болғым келіп отыр. Данагүл, балама мейірімім түсті. Бұйрық болса бала етіп алсам деп отырмын. Мен де кедей адаммын. Алагөз де кедей адам. Қоралап айдап беретін малым жоқ, сондықтан мұныкі менікі, менікі мұныкі. Екеумізге 2 бала ортақ. Ниетіміз қалыс. Қабыл көрсең, Алагөз қарағым, тапқанымыз 2 баланыкі деді. Алагөз әйел екеуі орнынан ұшып түрегеп жылап қоя берді. Бияға, біз бүйтіп дүниеге келіп, бізге бала бітіп, ол баламызға сіз секілді адамның мейірімі түсіп, үйімізге келіп құда болады, қызырға ие боламыз деген жоқ едік. Бияға, өле-өлгенше баламыз сіздікі. Ерлі байлы екеуміздің мал жанымызда осы баланың жолында. Сіздің біздің елегеніңізге, осынша мейірбаншылықпен бізге мейіріңізді түскеніңізге ризамыз. Рас па, өтірік пе? Деп келініңіз екеуміз қуаныштан жарыла кетіп жаздап тұрмыз. Ал ендеше, олай болса, мінекей бабам, Бәйдібектің батасы болсын. Әумин, қолыңды жай, ақылды, абыройлы, мейірімді, рахымды. Кішіпейіл киелі, айтқаны әділ, тілегі қабыл, өмірі жақсы, ұзақ халқына қадірлі, жұртына сүйкімді, әке-шеше туыс-туғанына жағымды, арты үбірлі-шүбірлі, алды қоқырлы, нәсіпті болсын. Аллаху әкбар деп бата берді. Арада ай өтпей Төле би Данагүлдің ауылына келін түсіп, келін етіп түсірді. Келіні өзінің ойынан шығып, күткендегідей болды. Балам, Данагүлім, өзімнің ұлым қандай болса, сондай болып жүре бер. Атаға көрінбей қашып кетуді ғой, ол есіркеген әдет. Мен болсам халық үшін жүрген адаммын. Көп несе түзде жүремін. Үйдің, ауыл, абанның бәрінің ақылшысы өзің бол шырағым. Шаруаны да өзің басқар, тізгін шылбырды қолың ал, деп келінін баласындай көріп, титтей нәрсе болса да ақылдасып отыратын болды. Бір жақтан жолаушылап келсе, үлкен кісі де келініне көрген білгенін айтып, сұрақ қойса сынап, ауылдағы шаруаның жайын әңгімелетіп, үнсіз тыңдап отырады. Көп ұзамай-ақ келіні ел аузына ілікті. О, Төкең әруақты тегін кісі емес қой, келінді тауып алды. Шүкірлік. Келіні ауыл аймақ ағайынға, абаға, туғанға түгел ақыл беруге жарайды десті жұрт. Төкең сыртта алталашқа билік айтса, қара домалақ келін ауылдағы ағайын туғанға билік етті. Арбаның дөңгелегінде өтіп жатқан уақыт қой, бірде Төле би алыстағы жекжатына барып, ат қосшысы екеуі ғана қайтады. Қайсы жолмен жүрсек екен, бір жол бар, ел жағалап жүреді. Бір жол бар, шөл жағалап кетеді. Ол төте жол. Қызылқұмды кесіп, ел жағалап 10 күн жүргенше, шөлмен кетсек ауылға 4-5 күнде барамыз. Осының қайсысымен жүреміз деп, деді жолдасы. О батырым, қарын ашпай тамақ тәтті болмайды. Жолаушы жүрмей ел қадірлі болмайды. Қиыншылық көріп, қарның ашпай ас қадірін білмейсің. Жаяушылық көрмесең ат қадірін білмейсің. Ел жағалап жүріп жүрміз ғой. Салт аттылымыз, сабау қамшылымыз. Төтелеп тартып шөлмен жүріп көрелік. Азар болса 3-4 күн далаға түнерміз. Немесе малшыға түнерміз. Малшы кезікпесе аңшыға түнерміз. Тәуекел, қызыр, қалай салам шөлде жүреді деген. Оларды әулиеміз бе бізде көрелік деп сол қиыншылықты шөлмен төте тарттық. Екеуі шөлмен тартты. Елден шығып 2 қонып, 3 қонып келе жатты. Бұлар келе жатқан шөлді 40 қарақшының жайлап жүрген кез еді. Олар кезіккенді тонап, елден мал ұрлап, ешкімге теңдік бермей жүрген қарақшылар. 3-ші күні Төле би жолдас екеуі 40 қарақшыға тап болды. Бас салып сөз сөйлеуге де мұрша бермей қолға түсірді. Ақсақалды қарттың Төле би екенін олар білген жоқ. Атын тартып алып, киімін тонап, екеуін шөлге тастайтын болды. Төкең өзінің кім екенін айтпады. Әй батырлар, сендер бәрің де батырсыңдар. Сендерге мал керек пе, жан керек пе? Жан керек болса, бір шал мен бір жігітті өлтіріңдер. Ат тонын алыңдар. Ал енді мал керек болатын болса, мен саған бір қора мал берейін. Екеумізді босатыңдар. 40 қарақшының бастығы. Бізге әрине мал керек.
Біз осы шөлде не үшін жүрміз? Мал үшін жүрміз. Қара басын